Қайырлы күн. Біз бүгін Бахар телесериалын айтатын боламыз. Бұл бөлімде Серен мен Эфенің қызы. Эфе осы ауруханаға келген жас жігіт. Ол бауыр ауырып осы больницаға түседі. Өлмекші, енді қатты науқас болады. Бауырын ауыстыру керек болады. Алуға бауырын ауыстыру үшін басқа да адамдардың бауыры ешқайсы жарамайды. Тек қана әкесінің ғана бауыры жарайтын болып шығады. Және осы кезеңде Серен мен Эфенің қызы екеуі сөйлеседі. Эфенің қызы айтады: мен махаббатқа, дәл қазіргі махаббатқа сенемін. Кейінгіні ешқашан кейінге қалдыр. Дәл қазір қандай сезімде тұрсың, осы кезді пайдалан. Қазіргі кезді сен жақсы көріп, жақсы жүрегіңді тыңдамасаң, кейін қатты өкініп қалуың мүмкін дейді. Бұл Серен қатты бұған ойланып қалады. Одан кейін осы Эфенің әкесі келеді. Де бірақ жай ғана көру үшін бұл кісімен Тимур мен Эврен екеуі сөйлеседі. Сол кезде осы Эфенің әкесіне сұрақ қояды: не үшін бұлай жасап жатырсыз? Сіз неге балаңызға, өзіңіздің туған балаңызға бауырыңызды бермейсіз? Жай ғана кішкене ғана бөлігін ғана бересіз ғой, ол үшін өте маңызды дейді. Сол кезде Эфенің әкесі айтады: менің Эфеден бөлек тағы 2 балам бар, мен соларға керекпін. Эфеге бере алмаған махаббатымды мен соларға беруім керекпін. Мен өліп қалып жатсам қалай болар екен деген секілді, енді о дүниеге кетсем қалай болар деген секілді әңгімелер айтады. Одан кейін осы Эфе мен Тимур екеуі бөлек шығып, екеуі айтады Эфенің әкесіне: осы Тимур, менде дәл осы сіздікіндей жағдай болды. Менің әйелім осы бауыр жетіспеушілігімен қатты ауырды дейді. Сөйтіп қатты ауырып, бауыр менің ғана бауырым керек болды. Бірақ мен оған бермедім. Бірақ басқа бір ауруханадан оған керек бауыр табылды. Кейін оған операция жасап, бауыр салып, ол жақсы болып кетті. Бірақ кейін 5-6 айдан кейін ол қайтадан ауырды. Сол кезде мен ешқандай ойланбастан оған бауырымды бердім. Қазір мен сап-саумын, өзімді күтіп жүрмін. Бірақ бұл жерде денсаулықтан бұрын ар-ождан деген нәрсе бар. Мен сол бірінші бауырды бермеген кезімде қатты қиналдым және қатты өкіндім. Мен барлық нәрсені жоғалтып алдым. Өмір бақи өкіну үстіндемін. Мен сол кезде мүмкін бауырымды бірінші ретінде бергенімде қазіргі өмірім мүмкін басқаша болар ма еді деген секілді көптеген әңгімелер айтады. Сөйтіп әкесі көп ойланып, негізі келісім беретін сияқты болып көрінді. Одан кейін Серен мен Азиз Оразды татуластыру үшін достары бір план құрастырып жүреді. Оны кім құрастырды десек, Дурук құрастырып жүреді. Екеуі айырылысып кеткен, бірақ енді Сереннің аяғы ауыр, примерно 4-5 айлық болу керек. Екеуі үйленуден бас тартып, екеуі екі жақта жүрген кездері, бірақ екеуі шынымен бір-бірін қатты жақсы көреді. Достар оларды татуластыруға тырысады, бір план ұйымдастырады. Одан кейін Бахар Омай қызын аңдиды. Омайға звондайды: қызым, қайдасың, қайда бара жатырсың, мен жұмыста едім, сені білгім келді, қайда екеніңді дейді. Сол кезде Омай: мен үйге бара жатырмын, сабақтан шықтым деп өтірік айтады. Бұны Бахар барлығын біледі, өйткені Омайдың артын аңдып жүрген болатын. Сөйтіп Омай бір кафеге келіп шай ішіп отырады. Соның артынан Джем деген жігіті, жүріп жүрген жігіті, ол да келіп сол жерде отырады. Ал Джемді аңдып жүрген Эврен дәрігер. Осы Эврен мен Бахар екеуі шапка киіп, очки киіп алған. Екеуін аңдып жүрген кезде бір-бірін көріп, бір-біріне таңғалады: сен екеуміздің де істеп жүрген нәрсеміз бір ме деп бір-біріне қарап күледі. Сөйтіп қарап осы Омай мен Джем екеуіне қарап отырады. Ал Омай Джемге айтады: мен әкемнен бір нәрсе естідім, ол шындық па, сенің браслетті ұрлағаның рас па дейді. Ал Джем болса сол кезде қатты қиналған және жылап барлығын айтып береді: мен сен секілді өмір сүрген жоқпын, мен жетімдер үйінде болдым және мен махаббатты көрген емеспін, мен өстіп күн көрдім. Ренжіме, осындай нәрсеге сені араластырған ма деп ол Джем қатты қайғырып жылайды. Сол кезде Омайға айтады: менің қолым үнемі дірілдеп жүреді, өйткені мен Эврен аға мен үшін өз өмірін тіпті қия жаздады. Сол үшін мен өзімді кінәлаймын, сен үшін де, сенің өміріңе келгеніме де өзімді кінәлаймын деп жылап кетіп қалады. Сол кезде Омай артына қарап қалған кезде осы анасын көріп қалады. Анасына жүгіріп барып айғайлайды: сен не үшін менің артымнан еріп жүрсің? Мен сендерден шаршадым, өмірімде бірінші рет осы адамға сеніп едім, ал қалауларың болды ма? Екеуміз айырылысып кеттік, енді екеуміз сөйлеспейміз дейді. Одан кейін Азиз Ораз өтірік айтып, 20 жастағы 2 қабат әйел келді деп екеуі бірге скорыйға жүгіріп шығады. Сөйтсе скорыйдың ішінде Серен отырады. Әдейі осы достардың барлығы екеуін татуластыру үшін дәл осындай бір күшті план ойлап тапқан. Скорыйдың ішінде Серен отырады. Азиз оның ішіне жақындап қалған кезде барлығы шарлармен әдемі жүрекшелерді қиып, барлығына лақтырып, жүрекше шарларды көтеріп күшті романтика қылады. Ал сол кезде Серен мен Азиз екеуі бір-біріне қарап күлімсіреп тұрады. Сол кезде Дурук келіп бір хат оқиды. Дереу екеуін бір-бірлеріне қараңдар дейтін Серен мен Азиз екеуіне. Екеуі бір-біріне қарап күліп тұрады. Сол кезде Дурук хат оқиды. Прямо енді Азиз Ораз Серенге айтып жатқан секілді, ал Серен Азиз Оразға айтып жатқан секілді: енді мен қиналдым, екеуміз енді бірге болайықшы, екеуміз айырылыспайықшы деген секілді. Одан кейін Сереннің айтуы бойынша, Сереннің атынан да хат жазған ғой, енді екеуміз үйленейік деп жазыпты. Сөйтіп екеуі бір-бірін қатты құшақтап екеуі күліп жібереді. Олардың құшақтасқанына бүкіл достар да қатты қуанып, бәрі бір-бірін айналады. Сол кезде жаңағы Серен мен Азиз екеуі қатты қуанып, екеуі қашып кетіп, больницаға барып, аурухананың бір шетіне барып, екеуі бір-бірін құшақтап, бір-бірін жақсы көреді. Жақсы көріп, енді екеуміз айырылыспайықшы, екеуміз бақытты болайық дейді. Одан кейін Тимур Тимур мен Эфсун екеуінің көзіне шөп салып жүргенін байқайды.
оны өйтіп байқап жүрген Тимур да біледі. Тимур оның сөйтіп артын аңдып жүргенін біліп бір кафеге барып күтіп отырады. Рентген оны аңдып, ол да артынан барады. Сөйтсе ол әдейі осы рентгеннің аңдып келгенін біледі. Және сол кезде Тимур, мен сен не істеп жүргеніңді білемін, мен саған ешқашан олай көзіңе шөп салмаймын және саған олай жасамаймын дейді. Сол кезде рентген айтады, сен жасағансың, екінші әйеліңе де жасағансың, мен бір рет мені алдадың, енді мен саған сене алмаймын дейді. Сол кезде Тимур айтады, Эфсон деген мен біздің құдағайымыз емес па, ол баламның келіншегінің анасы, сен неге олай деп тұрсың дейді. Сол кезде өтірік Тимур ашуланып, маған сенбейсің сен, мен бірақ саған олай жасамаймын деп кетіп қалады. Келесі күні сот болады. Сотта, яғни Тимур мен Бахар екеуіне ұмайды біреуіне бермекші болады, бірақ бұл сот кейінге қалады, өйткені рентген сөз сөйлейді. Рентген айтады, мен осы күнге дейін барлық адамдармен, көптеген адамдармен сөйлестім, бірақ оның ішіндегі Бахар, яғни менің қазіргі күйеуімнің бірінші әйелі Бахар өмірдегі ең жақсы ана және өте керемет ана, ол балаларына жақсы тәрбие берген дейді. Мен оған сөзсіз сенемін. Және одан кейін ұмай, ол оған да өте жақсы тәрбие берген. Ол енді дәл қазір мектеп бітірмекші болып дайындалып жүреді, сондықтан оған психологиялық шамалы кедергілер болып жатыр. Және жақын арада ол аварияға түсті, аварияға ұшырап шамалы бастан зақым алды, сондықтан ол қазір не істерін білмей жүр дейді. Соны естіп, сот айтады, сотты кейінге, тағы бір айдан кейінге қалдырамыз, сол кезде барлығы шешіледі деп осы сотты аяқтайды. Барлығы қуанады, өйткені осы Бахардың жағдайы нашар болғандықтан ұмайды әкесінің қамқорлығына берген болатын. Осы жолы да осы әкесінің қамқорлығына береді деп ойлайды. Сөйтіп сот аяқталады, барлығы осы рентгенге рахметін айтып, құшақтап бетін сүйеді. Ал Тимур болса рентгенге жынданып, сен Бахарды қолдап жүрсің ғой, сен Бахарды қатты түсініп жүрсің, сен одан да қатты түсінесің деп оған ашы сөздер айтып кетіп қалады. Одан кейін Серен мен Азизді достарының барлығы тағы да құттықтап күліп ойнап жүреді. Одан кейін Эфеге кезек келеді. Эфе әкесі келеді Эфенің бөлмесіне, донор табылғанын және өзінің донор болатынын, өзінің осы бауырын баласына беретінін айтады. Және баласы да қатты қуанып, осы әкесіне ризашылығын білдіреді. Одан кейін Эфенің қызы да қатты қуанады, осы отадан кейін екеуміз қайта бірге боламыз дейді. Одан кейін ота залына алып кетеді, ота жасамақшы болады. Одан кейін Тимур мен Бахар екеуі әңгімелесіп тұрған кезде Серен мен Азиз Ораз екеуі келіп өздерінің жақсы жаңалықтарын айтады. Біз қайтадан бас қостық, үйленбекші болдық дейді. Одан кейін Азиз Ораз айтады, маған Серен үйленуге ұсыныс жасады дейді, күліп. Одан кейін оны естіп Бахар мен Тимур екеуі шошып кетеді. Біз қайтадан Эфсон ханыммен құда боламыз ба деп шошып кетеді. Сол кезде Бахар айтады, сен не үшін шошып жатсың деп. Сол кезде Тимурдың әңгімесі, ол деген шамалы біртүрлі кісі деп мен одан қорқамын дейді. Сөйтіп осымен бүгінгі бөлім аяқталды. Өте қызық болды деп ойлаймын. Егер де ертеңгі бөлімді көргілеріңіз келсе, лайк басып тіркеліп кетіңіздер. Сіздердің тіркелгендеріңіз, лайк басқандарыңыз мен үшін өте керемет болар еді. Алдын ала рахмет. Сау болыңыздар.